Сәлем достар, бүгін біз қияр мен сәбізден жасалған осындай өте дәмді корей салатын жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Бұл салаттың жасалу жолы оңай, сол себепті кез келген уақытта жасап қоюға болады. Ең әуелі бізге бір қияр керек. Қиярымызды дәл видеодағыдай ұзыншалап жұқалатып турап аламыз. Одан кейін барлығын турап болған соң, жасыл пиязымызды да дәл видеодағыдай сәл ірілеу қылып тураймыз. Мінеке жасыл пиязымызды да турап болдық. Енді бізге орташа көлемде сәбіз керек. Сәбізімізді әдемілетіп үкіштен өткіземіз. Барлығын осылай дәл видеодағыдай жасаймыз. Енді дәміне қарай қара бұрышты, кориандр, паприка және де сәл ғана қызыл бұрышты қосамыз. Дәміне қарай тұзды да себуге ұмытпаймыз. Ащы болғанын қаласаңыздар, онда қызыл бұрышты көптеу етіп сепсеңіз болады. Енді оған 1,5 қасық соя тұздығын саламыз және де 1 ас қасық сұйық майымызды құямыз. 5-6% болатын жарты шай қасық уксусымызды құйып, ең соңында 1 шай қасық күнжіт дәнін себеміз. Енді барлығын бір келкі етіп араластырып, жарты сағатқа алып қоямыз. Өйткені бұлардың тұрған сайын дәмі шығып, өте дәмді болады. Мінеке енді арнайы бір табаға саламыз. Жасап көруге кеңес беремін. Шамамен бір жасауына 10 минут уақытыңыз кетеді. Ал дәмі ерекше керемет қияр мен сәбізден жасалатын салат. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.